Қайда болдыңыз? Қайда болдым? Қайда болдыңыз? Үйде болдым. А? Үйде болдым. Жоқ. Жоқ, үйде. Бір қызға барып. Айтпақ қойықшы деген ақым. Қажет емес пе? Бірақ ол кешегі қадам болды, соңғы қадам ба? Мен болды деген ақаным, үміткерімді күтем. Айтпай қояйын, е? Суып кеттім, я. Қалай болғанын айтпайын ба? Керек емес, я. Сіздер енді білетін шығарсыздар. Жарайды. Оны Тимадан сұрап алыңыздар, Тиманың өтініші бойынша айтпаймыз. Бізде жап-жаңа қатысушы. Бірден айтайын, ол Ару. Кім? Хадиш айтады, мен білгем Ару болатынын дейді. Данияр Гүлназымды күтіп отыр. Мерей, қымбат дейді. Өздеріңіз көріңіздер, қосылайық жобасына жап-жаңа қатысушы келді. Келіңіз. Қош келдіңіз, ұлбосым ханым. Жайғасыңыз. Я, үміткер болған дұрыс таптыңыздар, ұлбосын ханым. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Қош көрдік. Қалай жеттіңіз? Жақсы жеттім. Бізде сенбі күні үлкен кастинг болған еді, сол жерге көптің бірі болып бағын сынап келді. Өтті, сәтті өтті. Қош келдіңіз, енді ортамызға дейміз. Рахмет сіздерге. Енді ұлбосын ханым, сізбен жақынырақ танысайық. Өзіңізді көрерменге, біздің қатысушыларға толық таныстырып өтсеңіз, кімсіз, жасыңыз, қайдансыз, отбасылық жағдайыңыз? Менің есімім Ұлбосын, жасым 45-те. 45-те? Тараз қаласында туылып өскем. Осы қазіргі таңда осы Алматыда тұрам. Кіммен тұрасыз? 2 баламмен. 2 балаңызбен? Ұлыммен, қызыммен. Күйеуім қайтыс болды. Қанша жыл өтті? 1,5 жыл. 1,5 жыл. Неден қайтыс болды? Сол мынау жаман ауру, коронавирус. Ковид. Ковид, ковидтан кетті. Сол өзімдің бағымды сынап келдім. Дұрыс істедіңіз. Балаларыңыз, 2 балаңыз, жастары? Үлкен ұлым 18-де, қызым 6-да, 1-ші класс биыл. Және Ұлбосын ханым, егер менің жадым қателеспесе, 2 балаңыз, әкелері 2 түрлі, е? Иә. 2 рет тұрмыста болдыңыз демек? Иә. 18-де және 6-да ма? 12 жыл, е? Айырмашылықтар. Бірақ барлықтарыңыз бірге тұрасыздар? Иә, бірге тұрамыз. Балам негізі апасы мен атасында көбінесе, бірақ кеп тұрады. Ал ұлыңыздың әкесі қайда? Ұлым әкесі сол біреудің жалғыз баласы ғой. Өзінің әке шешесімен тұрады. Балам, жаңағы әйелі, бала шағасымен бірге тұрады. Қайтадан үйленді ол кісі, е? Иә, үйленді, 2 рет. 3 баласы бар. Енді Ұлбосын ханым, қандай ер азаматты бұл жобада күтесіз? Талаптарыңыз болашақ жарыңызға қоятын нақ. Талаптарым менің 35-тен жоғары. Жасы 35-тен жоғары? Жоғары.
ер азаматтар болса. 50-ге дейін? Жоқ, 45-ке дейін. 45-ке дейін. Өзіңізден үлкен адамдармен танысқыңыз келмейді? Енді болады 50-ге шейін негіз. Аха. Мгм. Ажырасқан, баласы бар. Кедергі емес қой. Кедергі емес. Мхм. Ең бастысы жақсы болса, әйел адамды құрметтейтін, сыйлайтын, ақылды, Қол көтермейтін. иә, самый главный, қол көтермейтін, ішпейтін, шекпейтін деп. Кете береміз дейсіз ғой, иә? Иә. Ер мінезді өзінің жаңағы ер мінезіне сай, намысты Мхм. жігіт болса, Басқа еш нәрсе қажет емес дейсіз ғой. иә, Және табысы сізді жақсы, асырай алатындай табысы асырай болу керек. алатын, иә, бізді. Дұрыс. Сұрақ қойса болады ма, Диана Иә, ханым? иә, бұл. Ұлболсын ханым, қош келдіңіз. Мен мындам, жүзіңіз Қош өте жылы екен. Енді жаңа айтып жатсыз, қызым 18-де деп, сол кезде қызыңызға осы қосылай. Ұлым А, 18. Қыз 6-да. Ұлыңыз 18-де, иә, үлкен. Енді сол ұлыңызға айтқан кезде қосылақ жобасына барам деген кезде көзқарасы қандай болды ұлыңыздың? Мен балам айттым, балам еш қарсы емес. Керісінше маған жаңағы, не дейді қазақша айтқанда, Қалай? сәттілік тіледі. Аха. Балам негізі ештеңеге қарсы емес. Айтпақшы, сіздің жұмысыңызды сұрамадық, Ұлболсын ханым. Мен қазір уақытша жұмыс істемеймін, себебі кішкентай қызым сабаққа апарам. Бірінші ертең сынып? ертеға. Сол қызбен занимаюсь, поэтому Ал сіздерді кім асырап жатыр сонда? Егер сіз жұмыс арасында істемейтін болсаңыз. жаңағы жұмыс істеймін, подрабатываю. Иә. Жеткілікті ме? Қиын емес пе дегенім ғой. Енді жетеді, Құдайға шүкір. Қиналмайсыз. Иә. Ұлболсын ханым, қош келдіңіз. Негізі мынандай сұрақ туындап тұрды. Сіз жаңа екінші күйеуіңізбен енді қалай айырылғандығын айттыңыз, иә? Ал бірінші ер азаматпен не үшін ажырасып кеттіңіздер? Бірінші ма, ол кезде енді балалық па, мен өз басым сөйтіп ойлаймын, енді балалығым ба, еркелігім ба, әйтеуір солай болды. Жаңағы ұрыспай, таласпай ажырастық. Жай ғана? Бір себеп болған шығар енді. Енді Арада бала бар бар ғой дейді. себептер, ол себепсіз адам ажыраспайды ғой. Қол көтерді ме? Жоқ, ондай емес. Ол өте жақсы жігіт, ол қол Көзіңізге көтеріп- шөп салды ма? А? Көзіңізге шөп салды ма? Жоқ, ондай емес ол. Онда не? Енді түсінбеушілік болды да, қайын сіңліммен деген сияқты. Сонымен жаңағы күресіп, Шаршап кеттіңіз. жеңуге бүйтіп тырыспадым да, шынымды айтсам. Қолым сілтедім, болды. Бірақ өкінесіз бе? Отбасын бәрібір сақтап қалуым керек еді сол сәтте деген өкініш бар ма? Негізі мен өткен нәрсеге өкінбеймін. Может, это все жаңа к лучшему дейді ғой. Солай болу керек. Иә, солай болу керек шығар деймін да, мен бүйтіп өткен нәрсемен өмір сүрмеймін, мен наоборот алдыға қарай талпынғанды жақсы көремін. Ал екінші некеңізде барлығы жақсы болды. Егер ажал мезгілінен бұрын келмесе, сізде барлығы отбасылық өмірде күшті болды. Өте керемет болды. Мен Аллаға ризамын. Сондай адамды кездестіргеніме. 7 жыл аз болса да, мен бақытты өмір сүрдім ол кісімен. Бір күн қайғырған, не болмаса жылаған күнім болған емес. Қандай күшті. Демек ол кісі, ол ер азамат, марқұм, сізді өз ұлыңызбен қабылдады. Иә, Өз ажырасқан болған беді? ажырасқан бір қызы бар. Бірақ ұлымды қабылдады, жақсы қабылдады.
Диана қандай ханым. керемет, иә мөлдір. Ұлболсын ханым, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қатты қуанышты болып отырмыз. Менде бірақ бір мынандай сұрақ болып тұр да. Бізде енді бұрын экс қатысушылар сізбен жасты болған әпкелер осы жаққа бір 50-ден асқан, өзінің кішкене талабынан жоғары болып кеткен адамдар келсе бір қабылдамай солай жасайтында. Енді біз қазір өзіміз жасы үлкен жігіт болса дейміз ғой, ал жас келген сайын жас кіші болса дейді екен да. Енді сіз қазір айтып жатсыз, талаптарымда 35 жасар еркектен бастап болса деп. Енді былай қарайтын болсақ, 35 жасар еркектер 25 жасар қыздарға қарап отыр деген сияқты ғой. Егер 50-ден асқан ағалар, көкелер келетін болып қалса, шымылдық ашыла ма, ашылмай ма? Енді айтам ғой, жүрекке әмір жүрмейді ғой, мүмкін ұнап қалатын шығар. Оның бәрін уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Келе берсін дейсіз ғой бастысы. Иә, келе берсін, сөйлесіп көрем, танысып көрем. Енді бұл таныстық алаңы болғаннан кейін, ол міндетті емес, тұрмысқа шыға салып, осы кісімен кеттім деп, ондай міндетті емес. Танысам, сөйлесем. Танысам, сөйлесем, көреміз. Данияр. Сәлеметсіз бе, Олсын әпке, қош келдіңіз, қадамыңызға гүл бітсін. Енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, 2 рет отбасы құрып, ажырасып кеттім депші. Жалпы айтқан кезде жаңа сіз талаптарыңызды айта кеттіңіз ғой, Енді сол талаптардан бөлек қандай болашақта келетін үміткерлерде қандай жаман әрекет, қылық болмау керек? Соны айтып кете аласыз ба жалпы? Мен ең бастысы, өзім сондай болғандықтан ба, өтірік айтқанды жек көрем. Сосын екінші жасандылықты жек көрем. Қандай күшті? Мен өзім сондаймын. Қандаймын, бармын, солай көрсетем. Мінезім де сондай. Мінезім де сондай. Тік. Бүйтіп жасанды жасап, бүйтіп елдерге бүйтіп жағыну, ондай мінезім менде жоқ екен. И сол адамдарда сондай болса екен деймін мен. Ашық, шынайы. Өзім сияқты ашық, шынайы, өмірге деген жаңағы құлшынысы бар. Аға, сондай Пысық. Иә. Ал сіз жалпы бұрын соңды қандай қызметте болдыңыз? Немен айналыстыңыз өміріңізде? Мен 45 жылдың ішінде. Өзімнің тұрмысқа шыққаннан кейін жаңағы семейный бизнес дейді ғой. Сондай бизнесіміз болды. Ол бірінші неке ме, екіншісінде? Біріншісінде. Сауда жасадым. 10 жылдай. Сосын кейін жаңағы кассир болдым. Қазір повармын. Мен былай қарап тұрсаң, ешқандай жұмыстан қорықпаймын. Білмесем де білем деп істей берем. И менде анандай да тез қабылдап алам, тез үйреніп алам бәрін. Мына қолымнан келмейді деп ондай жоқ. Өзім соны анандай намысыма білмеймін деген сияқты, маған бір намыс сияқты да, ол білмеймін деген сөздің өзі. Сол үшін мен